Аршат мырза, мына 3-ші құрылтай сіздің ойыңыздан шығып жатыр ма? Басында мына Шымкентте өтеді деген кезде кішкене қобалжу болды да көп адамдардың арасында. Интернетте байқағаным. Бірақ қазір көріп отырмыз, жігіттер жақсы дайындалған. Жақсы деңгейде өтіп жатты деген ойдамын. Биыл форматы да бөлек. Адамдар да көп сияқты бұл? Адамдар да көп сияқты, жақсы өтіп жатыр. Сосын жаңа әкімге сұрақ қойып жатсыз, интернет деңгейіңіз қандай деп, бұл әкімді састыру ма, әлде басқа да ойыңыз бар? Қалай? Әкімді састыру үшін бе, мысалы, шын айтқанда биліктегілердің көбісі интернетке аса көп мән бермейді де, сол тұрғыдан қойылған мәселе ме, әлде? Шынымен білгім келді, сол жастағы адамдардың осындай қызметтегі интернетке кіре ма, қандай тақырыптарды оқиды, сол үшін қойдым. Оның берген жауабына қанағаттандыңыз ба? Толық қанағаттанған жоқпын. Яғни түсінгенім көп уақыты жоқ сияқты осыны тек телефон арқылы кіреді интернетке. Ана жаңа өзіңіз бір сессияны жүргіздіңіз, сол жерде қойып жатқан сұрақтар біздің өз деңгейімізде ме, әлде төмен бе? Менің ойымша, мысалы, төмен деңгейдегі сұрақтар қойып жатыр да? Мен жасаған сессиямда сол төмен деңгейге арналған нәрсе ғой. Онсыз да жас боксшыларға бізде әлі 2007 жылдан бері әлі қалыптасып келе жатқан. Қазір әлі сондай деңгейдеміз. Енді сол жаңа деңгейге шығарғым келеді. Боксшылықтан колумнистикке өтіңдер деген сондай үгіттеп жүрмін қазір. Яғни бір тақырыпты жаза алатын боксшыларды өздерінің курстары болады, колумнистік, яғни бұдан ақша тапсын деп өздеріне бір жағынан өздеріне пайдалы, бір жағынан қазақ контентіне пайдалы болады. Енді жаңа кейбір спикерлер айтып, ойба біздің нөліміз, нөл, түк жоқ, сөйтсеңдер, жазсаңдар, бүйтсеңдер деп жатыр. Ол маған келгенде шын қатты ой салып жатыр да, сізге қалай? Негізінде бір жағынан келісуге де болады. Біздер әлі адамдар бар, бірақ әлі шығара алмай жатырмыз да. Мемлекеттік хатшының сөздерінен кейінде көп адам дұрыс түсінбей қалды, сол Тәжиннің сөздерін. Негізінде Тәжиннің айтқаны боксшыларға да көңіл бөлу керек дегенді айтты. Олардың санасу керек. Санасу керек, оларда бір ақпарат жеткізуші, халыққа ақпарат жеткізуші құрал ретінде қарауымыз керек деген сияқты сөздер айтты. Жаңа мен айтқанымда да оларды колумнистикке тарту керек. Жаңан журналистері де, басқа халықты да сауаттандыру жағынан да блогшыларды қолдану керек. Жақсы, көп рахмет. Алла тағала істеріңізге сәттілік берсін. Сізге рахмет.